Саламатсыздар ма? Барлықтарыңыздың күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін менде гуляш. Етімізді алып, осындай кусоктарға, кесектерге тураймыз. Менде сиыр еті жуылған, таза. 400 грамм сиыр етін алдым. Осындай үлкен бөліктерге бөлеміз. Қатты үлкен қылмаңыздар. Бұл тамақты жасау барысында бір қатып қалған қағида жоқ, әркім өз қалауынша өзгертсе болады. Етімді турап болып қалдым. Осылай турап болғаннан кейін менде пияз, кей жерлерде жуа дейді. Осындай 400 грамм пиязымды тураймын. Пиязымызды турап болған соң отымызға қазанымызды қойып, қызып тұрған қазанға майымызды құйып дайындап аламыз. Майда әркім өз қалауынша құяды. Бір қатып қалған қағида жоқ, сұйық май құйдым. Майым қызғаннан кейін етімді салып, араластырып, бір қасық тұзымды саламын. Тұзды қай уақытта салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен тура осы қуырылып жатқан кезде салғанды ұнатамын. Етке тұз сіңіп, сондай тамаша болады. Етімізді әбден қуырып дайындаймыз. Чеснок қалауларыңызша салыңыздар турап. Менде үйде имбир ұстамаймын, сондықтан имбирдің құрғақ түрінен салдым. Кішкене ғана салдым. Бір шым-шым десе болады. Енді өз қалайтындарыңыздай етіп, дәмдеуштеріңіз салсаңыздар болады. Пиязым 400 грамм пиязымды турап дайындаған саламын. Жақсылап араластырып, пиязымыз қуырылғанын күтеміз. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін, міне бір қасық томатымды салып, жарты қасықтай соевый соус құямыз. Әрине қатып қалған қағида жоқ. Бұның алдында да айтып өттім, әркім өз қалауынша істейді. Осылайша жететіндей етіп су құйыңыздар. Қайнағанын күтеміз. Қайнап болғаннан кейін астын басамыз. Мен гарнирге күріш алдым. 400 грамм күріш. Жуып тазалап, осындай ситаға салып қойдым. Міне суы аққан. Енді сковородкамды қойып, кішкене майымды тамызам түбіне. Осылайша күрішімді біраз сковородкада қуырып аламын. Құрғатып, қуырып, күріш өзінің бойына майды сіңіріп құрғайды. Құрғап болғаннан кейін тура осындай сковородкаңыздың үстінен күріштің бетіне су құйсаңыздар болады. Мен енді кастрөлге ауыстырайын деп шештім, өйткені күрішім симей қала ма деп қорқтым. Осылайша кастрөлге аударып алып, үстінен суымызды құямыз. Күрішіміз батып тұратындай етіп суды құямыз. Жарты қасықтай тұз саламыз. Күріш тұзды жақсы көреді, бәріміз білеміз оны. Осылай күрішіміз қайнағаннан кейін арасын бір-бір тесіп, осынша астын басып, жай отқа қойып қоямыз, бетін жауып. Күрішіміз бір 20 минутта дайын болады. Гарниріміз дайын болды. Мінекей шашылып әдемі болып тұр. Енді бір пиалаямызға ма, бір кесеге ма салып, қандай ыдысқа салып ұсынғыларыңыз келеді, солай жасайсыздар. Пиалайға салып, тарелкамы аударамын, қасына подливымды құямын. Гуляшымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.